Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз жаңа тақырыпқа кіреміз. Бүгінгі біздің қонақ Аслан Орақбай, әйгілі Қазақстанға танымал 8 кітаптың авторы. Мүмкін оқыған да шығарсыздар. Мүмкіндік деген бірінші кітабы шыққан. Асеке, қалайсыз? Шүкір, Амансыз ба? Өзіңіз қалай? Аллаға шүкір, аман есен. Бүгін біз бір ортақ тақырып таңдап, Асекеңнің инициативасымен намаз деген тақырыпқа кіргіміз келіп жатыр. Негізі өте бір өмірдегі бір маңызды шешімдердің бірі, әр адамның өмірінде өзінің бір қабылдайтын бір шешімдердің бірі, ол намазға келемін деген шешім. Менің өзімде ол нәрсе негізі бір өте андай мифический, ғайби, андай бір мистический болды да ол процесс. Менде дайындықпен жұрттар сап алдын ала оқып бір біліп келген жоқпын мен. Негізі мен әжептәуір уақыт дін туралы бірде-бір ақпарат білген жоқпын. Енді өзімнің 24-ме дейін ба, 24-ме дейін мен дін туралы вообще ақпарат білмеймін. Мен бисмилланы білмеген адаммын, кәдімгідей. Өйткені мен Астанада оқығам, орыс мектепте оқығам, орыс жолдас балдарының барлығы орыс мінезді, орыс мектепте оқыған, біз орыс университетте оқыдық, тем более біз медикпіз. Біз азынан кешке шейін чисто материалистический средада өскен адамдардың қатарынданбыз да. Содан кейін менің просто ортамда намаз оқитын адамдар болған жоқ ол кезде. Мен үйден кеткенімізге біздің уже ол кезде енді 2010-да кетсем 15 жыл болды ғой ата-анамның қасынан кеткен. Үйде енді бір практикалар болып тұратын. Құран оқытатындығымыз, күнделікті жұмаға барып тұратындығын ағаларым, әкем жұмаға барып тұратындығым деген сияқты айт намаз оқылып тұратындығым. Бірақ Астанаға кеткеннен кейін ол нәрсе мүлдем жоқ болып кетті өмірімнен. Просто дін жоқ вот. Білмейсің еш нәрсе, дін туралы ешқандай ақпарат жоқ, еш нәрсе білмейсің. Сөйтіп 2019-ға дейін менде ешқандай хабар болған жоқ дін туралы. Соответственно, хабар болмағаннан кейін сенде оған ұмтылыс та болмайды, оған бір ашылып желание де болмайды, сенде бір даже ой кіріп шықпайтындығын маған. Мен намазға келем-ау деген ой кіріп шықпайтындығын маған. Сөйтіп 2018-2019-да бір жағдайлар болады өмірімде, сәл қиыншылықтар болады. Ол кезде де мен ол қиыншылықтардан шығу үшін намазға келген жоқпын да. То есть ол кезде де маған намаз ашылған жоқ, ол кезде де мен әлі естіген жоқпын, нәрсені білмеймін. Ол қиыншылықтардан шықтым. Енді адам болып өзіме келіп, уже приемдарды қайтадан бастап, қайтадан адамдармен жұмыс жасай бастаған кезде 2020 жылы карантин басталады. Вот осы жерде басталады барлық қызықтың барлығы. Карантин басталады. 2019-дың аяғында мен уже өзімнің клиникамды ашам, ол клиника пластическая хирургия болады. Мен соны ашамын деп ниеттеніп, уже орын алып уже инвестиция тартып, в общем, барлық нәрсе дайын. 2019-ның декабріне жақындаймыз. Декабрьдің соңы болып жатыр уже, и біз ойлаймыз арендодательдермен де, барлық инвесторлармен де барлығымен сөйлесеміз, айтамыз енді январьда бастайық. Чтобы в марте мы уже запустились. Мартта уже жұмысты бастап кететіндей бол. Январьға дейін ремонтный работа бітсе, январьда уже жайлап ішін оформлять етіп, нелерді заказ беріп бастайық дейміз. Сөйтіп, январь болады. Январьдың 12-сіне бірінші хабар келеді карантин туралы. Карантин емес, ол кезде просто ковид туралы бірінші хабар келеді. Қытайда бір нәрсе болып та деген, Қазақстанға кіріп та деген хабар. Ондай нәрсені естественно елемейсің. Мен уже келіп Алматыға жұмысымды жасап, әркіммен кездесіп сөйлесіп жүрген кезде договор подписать ететін күн бар ғой. Менде 19 январь болатын. 19 январь таң азанымен тұрсам, ұйқыдан карантин басталып кеткен ғой Қазақстанда. Кәдімгі барлық локдаун, барлық жер жауып жатыр, ешкім жұмыс жасамайды, барлығымыз шокпыз. Не болып жатыр, қалай болып жатыр, вообще білмейміз. Уже трассаларды жауып жатыр. Мен Алматыдамын, жалғыз өзім. Қой, бір 2-3 күнде сейілетін жер, басылатын шығар деп. Үйтіп, в общем, Шымкентке кетіп қалдым сол кезде. 2-3 күннен кейін бәрі басылғаннан кейін қайтып келем. Қазір оған басымды ауыртпай қояйын деп кетіп қалам Шымкентке. Сөйтіп 1 апта күтем, 2 апта күтем, 3 апта уже жоқ, ашылмайды. Уже одан сайын бағанағыдай тұманданып жатыр, уже белгісіз қашан шығамыз бұл ситуациядан. Сол кезде мен өзім ауырып қалам ковидпен. Өзім ковидпен ауырып қалам. Прям әжептәуір ауырам, бірақ мен де кислородный баллонға мұқтаждық болған жоқ. Бірақ сонда да тұра алмай, дел-сал болып, прям 1 аптадай бір өзім изоляцияда, бізде отдельный пристройка бар үйдің жанында. Сол жақта жатам сол кезде. Жатам, үйге түнеуге ғана келем бастым. Өйткені әке-шешемді жұқтырып алмауға тырысамын. Енді сөйтіп жүрген кезде бір күнде мама келеді.
сондай бір кезеңдерде уже карантинға үйреніп қалдық, уже кәдімгі. Сөйтіп мама келеді, балам дейді, ертең ораза, ауыз бекітесің ба дейді ғой. Сөйтіп мен айтамын, мама қуасың ба? Оразасын мен шыдай алмаймын ондайға. Мен өмір ұстап көрген адам емеспін оразаны. Мен онда шарттарын білмеймін, қалай ұстау керек екенін. Так что мам, жоқ, кешір, мен келесі жолы дейсің, келесі жолға қалдырам дедім. И именно сол күні денем шаршап, бір жүк көтерген адам құсап, шахтадан келген адам құсап шаршаймын кәдімгі кешкі 8-де. Сөйтіп 8:30-9-дарға таман ұйықтап қаламын. Өздеріңіз елестетіңіздер, карантиннің кезінде 8-де ұйықтамайды ешкім. Карантин кезінде 8-де оянады адамдар. Ол кезде барлығымыздың графигіміз кетіп қалған, ұйқы жоқ, тек қана сериал көріп жатқан кездеріміз ғой. Менде де тура сондай кезең болды. Бірақ именно сол күні 8-де ұйықтап қаламын. Таңда уже сәресін ішу керек. Мен сол кезде ұйықтап қаламын ерте. Сол кезде түнгі 2-де, әлі күнге шейін есімде, түнгі 2-де ұйқыдан тұрам, просто атып тұрам да. Уже миымда, бойымда мен точно бүгін ораза ұстаймын деген, даже күмән емес, ол даже просто 100% уверенность, как будто я всю жизнь держал пост. Оразаны өмір бақи ұстап жүргенде сондай идеямен тұрамын да, мамаға келіп айтамын ғой, мама, мен ораза ұстаймын, маған да сәресін дайында деймін. Мама шок, бәрі шок, короче, өзім түсінбеймін. И сол сәтте ораза басталып кетеді. Мен дым білмеймін ораза, не істеу керек екенін білмеймін, не дұғасын білмеймін, нәрсесін білмеймін. Мен әпкем 15 жылдан бері намаз оқиды, уже сол кезге таман 15-ші жыл болып жатыр. И сөйтіп мен оған хабарласам ғой, Дин әпше, осындай, мен ораза ұстайын деп жатырмын. Ол қуанып, сөйтіп мен айтамын, ораза ұстайын деп жатырмын, маған не істеу керек деймін ғой. Қалай істеймін оны жалпы? И маған әпшем барлық нәрсені айтады. И арасында таң намазды тығып жібереді ғой. Таң намаз бен тарауихты тығып жібереді ғой. Таң намазы обязательно оқылу керек, айтпасам, оны оразаның шарты сол дейді да. Таң намаз оқылу керек, и тарауих оқылу керек дейді ғой, 20 ракат. Сол кезде оразаң толық болады дейді ғой. Керемет. Сөйтіп мен сол күннен бастап жай намазды қойып, жан-жағына қағаздарды қойып, телефон, планшет бәрін ашып тастап, жайлап намаз оқи бастадым. Таң намазды оқу керек қой, енді 2 ракат. Сөйтіп ораза аузымды бекітіп жүрген кезде 10-ші күні не ашылады? Локдаун ашылады, оразаның 10-ші күні. И мен Алматыға кетіп қалам. Енді Алматыға келген кезде уже әлі 20 күн бар оразаның бітуіне. Оразаның бітуіне әлі 20 күн бар. И мен сол 20 күнде күнделікті тарауихымды оқып жүрмін, күнделікті таңымды оқып жүрмін. Бір күн маған біреу келіп айтады, точно білмеймін қандай кім екен. Біреу келіп айтады, ақыры бір намазыңды оқып жүр екенсің ғой, уже бастап кеттің ғой, 5-еуіне көшесі сай дейді. Мен деймін да. Ертесіне 5-еуін бастап кетем, сөйтіп кіріп кеткен мен. Сөйтіп намазым сөйтіп бастап кеткен. Ертесіне уже 5 уақыт намазға кірдім, уже тарауих қосылды. Тарауих бір басынан бастап бар. И сөйтіп мен негізі намазға білмей кірген адаммын. Намазға келгенімді білген жоқпын. Мен оразаға келдім деп ойладым да, и сонымен қоса Аллах маған тағы да жүрегімен намазды ашып берді. И менің келуім өте жеңіл болды, менде сопротивление болған жоқ. Керемет. Ондай бір қорқыныш болған жоқ. Іште бір андай спокойствие, уверенность, өмір бақи оқып жүрген адам ұқсап келдім. Содан бастап жайлап уже енді дінге кіргеннен кейін өзім исследование саласында болғаннан кейін мен өзім жайлап зерттей бастадым. Уже ұстаздарға бара бастадым, уже кітап оқи бастадым, уже араб тілін оқи бастадым деген сияқты жайлап сөйтіп зерттей бастадым бұл сұрақты. Өйткені мен не істеп жүргенімді білмесем, менің миым өзі ол нәрсеге қасарса бастайды. Сөйтіп жайлап зерттей келе, енді альхамдулилля қазір енді сол намазым әлі бар да, альхамдулилля. Сол зерттегеннің, енді оның арқасында деп айтамын, Аллахтың жүрекке салғанының арқасында сол кезде қазір мен альхамдулилля намаз оқимын. Сөйтіп келген, мен супер мистический, өзім шокпын. Ол жерде тағы бір нәрсе бар. Менің 3 жолдас балам бар, аттарын айтпай қояйын. Ол барлығы танымал, популярный блогерлар барлығы. Алматыға келеміз ғой барлығымыз 10 күні. 10-ші күні оразаның 10-ші күні. И сөйтіп бір-бірімізге хабарласамыз. Кездесу керек болып қалады, бір нәрсе істеу керек болып қалады, жұмысты бастау керек қайтадан. Барлығымыз бір-бірімізге хабарласақ, барлығымыз 4 адам бірдей бастағанбыз ғой намазды. Бірдей вайппен, бірдей халде, бірдей обстоятельствада бастап кеткенбіз ғой намазды. Бір уақытта бастап кеткенбіз бірге. И сол 4-еуміз ары қарай зерттей бастадық, іздене бастадық. Сол 4-еуміз ары қарай жүріп, жалпы намаз деген не, Құран деген не, оған қалай кіреміз, қалай оқимыз деген сұрақтарға бірге кіре бастадық. Негізі намаз оқыған кезде, дінге келген кезде жамағаттың маңыздылығы да, ортаңның маңыздылығы да өте жоғары. Мен айттым ғой, оның алдында менде орта болған жоқ. Вообще адам болған жоқ менің қасымда, бір намаз оқитын адам болған жоқ оған дейін.
парыз деген сөздерді естімегенмін ол уақытқа шейінше. Сол кезде Аллах тек қана намаз берген жоқ, сразу адамдарды жіберді да бұл өміріме. Сразу бимен бірге бастаған, бірге ізденетін адамдарды жіберді, ар жақтан ұстаздарды да жіберді, мына жақтан жан жақтан адамдар келіп жиналып сөйтіп альхамдулилля бастап кеттік. Керемет, Алла қабыл етсін. Жалпы намазға қатысты айттыңыз ғой, басында таң намазын оқып жүрдіңіз, иә? Сосын кейін 5 уақыт бастадыңыз. Не кедергі болды бірден 5 уақыт бастап кетпеуге? Білген жоқпын 5 уақыттың бар екенін. Керемет, бар екен білсеңіз сразу бастап кететін едіңіз. Мүмкін, иә. Просто мен білген жоқпын 5 уақыттың талап екенін білген жоқпын да, иә. Жалпы мынандай нәрсе бар да, адамдарда басында намазды бастамастан алдын бір қорқыныш пайда болады да. 5 уақытты мен бірден оқи алмаймын ғой деген сияқты. Қалай деген сияқты. Негізі намаз, қазақта күшті сөз бар, маған ұнайды негізі. Бейнамаздан кейін намаз жақсы деген. Сіз мысалы қазір таң намазын оқуға шамаңыз келе ме енді, рухани, ішкі халіңіз? Онда содан бастаңыз да. Это лучше, чем вообще ешнәрсе оқымағанға. Түсінді ма? И спорт залдағандай ғой, бірден сен мысалы образын айтайық, 50 килограмм бірден көтере алмасаң, ақырындап жаңағы 10 килограмм көтер, сосын тағы да қосып 20 килограмм көтер, сөйтіп көбейте бер, кейін 50 килограмм көтергеннен кейін духа тахаджудке кіріп кете бересің. Иншалла әуәбин. Иә, жалпы намазға қатысты жалпы өзімде кішкентай кезден басталды, бірақ маған ешкім намаз оқы деп айтпады. Аллаға шүкір, маған солай навязывать етпегені. Өйткені көрдім, біреуге кішкентайынан навязывать еткен себепті дұрыс емес, тем более. Адамда андай бір өсе келе бір итеріп тастау деген нәрсе болады екен. Сосын сол маған сол әжем, нағашы әжем Алла рахмет алсын, сол кісілер нағашыларым, солардан көрдім да, намаз оқып жүргендерін, қызықтым былай. И маған бір үйреншікті нәрсе болды да, кейін өскен кезде жаңағы мектепте ғой, 5-ші класста, 4-ші класста дворда жүрміз, двордағы балалармен бір кезде жұмаға кеттік дейді. Не нәрсе ол жұма дегенде. Сосын бардың өзіме үлкен, басқа ұлттың балалары, жаңа Әзербайжан, тағы да басқасы бар, орыстар бар. Бәріміз жұмаға бардық. Сол кезде бір уже содан кейін намазға деген қызығушылық артып, танымды көбейте бастадым да, былайша айтқанда намазға қатысты. Таң намазыңызды ма или таным, узнавание? Поиск па? Точнее, да, поиск. Жұма намаздан басталды ғой бәрі. И жалпы өзім намазға қатысты өте көп зерттедім. Әлі де зерттейтін нәрсе, әлі күнге дейін ашып келе жатыр, былайша айтқанда. Енді сол намазға қатысты өзім жеке бір жазған кітаптарымыз да бар. Шүкір, сол кітаптың себебімен басында ол кітаптың тарихы ұзақ, кейін айта жатармыз, бірақ та бірінші аптада уже адамдар сразу салдық телеграмға, просто онлайн версия PDF-ті. Күнде адамдар жазады, намаз оқым, сіздің себепті намаз оқи бастадым, осы кітапты оқығаннан кейін намаз оқып кеттім. Мүмкіндік кітабы ғой. Иә, мүмкіндік кітабы. Ішінде намаз туралы айтылған оқысаңыздар. Содан кейін біреулер айтты, намаз тастап кеткен едім, бірақ Алланың қалауымен осы кітапты оқып қайттан бастап кеттім дегендер бар. Біреулер бар, өте қызық отзыв. Тахаджуд оқып жүрген едім, сіздің кітапты оқып 5 уақыт намаз бастадым. Көрдіңіз, әркім әртүрлі келеді да, былайша айтқан намазға. Мен намазға кіріспестен алдын, жалпы намазды бұрын ВКонтактеде парақша жүргізген ғой. Сол кезде намаз вся жизнь деген бір цитата бар ғой, намаз мен өмірім деген сияқты. Бүйтіп бір қарайтын, қалай деген сияқты, намаз ғой, как может быть целой жизнью деген сияқты. Кейін өзім ешқандай эмоциясыз прям зерттеулерім арқылы келдім выводқа, то что намаз это действительно вся жизнь, бүкіл өмірің ғой намаз деген. Ол қалай? Қарапайым. Жалпы намаз кімге парыз? Мүкәлләфқа дейді. Мүкәлләф деген кім? Шариғи үкімдер кімге парыз, жасы жету керек, мысалы келеді 11 жас, 13, 15 деп келеді былайша айтқанда. Сосын ақылы есі дұрыс болу керек, намаз парыз болсын, және де мұсылман болу керек. Сол кезде намаз парыз болады адамға. Енді кішкентайынан бастап, былайша айтқанда айтады ғой, ғалымдарымыз айтады, ақырындап балаларыңды намазға деген қызығушылықтарын арттыра беріңдер дейді да, былайша айтқанда. Бірге намазға алып барып деген сияқты. Балаға ақырындап намазды бұйырып дегендей. Балам, намаз оқиық деген сияқты. Қарадым да, былай қарасаң,
кішкентай ғой деген бір ой пайда болады да, әлі ерте ғой деген сияқты. Бірақ қазір кішкентай, өзіміз де кішкентай болдық, и кішкентай бардық та қазір білеміз ешнәрсе ерте емес. Бәрі вовремя, былайша айтқанда. Просто ойлаймын да, қазір вообще тақырыпқа қатысы жоқ. Бізге жалпы сиыр айтты му, қой айтты бе деген сияқты нәрселерді 5 жасында үйрету дұрыс емес деп ойлаймын. Уже оған дұрыс әңгіме айтсаң, ол қабылдайды негізі бала. Баланың ақылы басқаша. Сен оған қандай қарым-қатынас жасайсың, ол солай қабылдайды ол нәрселерді. Әлбетте енді бірден үлкен энциклопедияға кіріп кетпейсің, кішкентай бір кітапшалар деген сияқты. Енді сол намазды бастамастан алдын, мен айтайын, бірінші очередь адам намазды енді бастап жатқан кезде жауапкершілік деген нәрсені сезінеді. Жауапкершілік. Ол қалай? Балаңызға айтасыз, или жалпы бала ақырындап намаз оқуды бастайды ғой. И сол кезде сіз оны бақыласаңыз болады уже. Бір тапсырма бердіңіз ғой, соны қандай жауапкершілікпен бала орындап жатыр. Егер бәрін әдемі әкетіп жатса, демек күшті тәрбие беріп жатсыз. Егер басында сәл қиналып тағы басқа болып жатса, дұрыс емес тәрбие беріп жатсыз деп айтып жатқан жоқпын. Бұл өзіндік бір измерять ететін не сияқты да, өлшем. Индикатор сияқты. Қарайсыз да, балақай, значит, мына жақта біреуін оқып, біреуін тастап кетіп жатыр. Ұрыспайсыз, ұрмайсыз. Ұруға болмай ма точно? Ондай нәрсе рұқсат етілмейді. Онымен мәмілеге келе бастайсыз да, мысалы балақай кеттік менімен жұма намазға дейсіз. Жұма намаздан кейін онымен өзіңіз бір ішкі сезімдеріңізбен бөлісесіз. Бала, мен жалпы намаз оқығаннан кейін осындай сезінемін, намаз деген нәрсе осындай екен. Жалпы жұмаға мешітке барасың, мешіт осындай тыныштық жері деген сияқты балаға масса бересің да, ақпараттар. Содан кейін бала жаңағы нәрсені көре бастайды, тани бастайды жаңа. Сосын жауапкершілікті сезінгеннен кейін ана бала ақырындап уже несін көбейте береді намазын. Айтайын деген бұл жақта намаз біріншіден адамға жүктелетін кезде ол өзіндік жас баланы үлкен өмірге дайындайды намаз. Алла тағала өзіндік бір бізге білдіртпей өзімізді үлкен өмірге дайындайды. Ол қалай? Мен күнделікті бір задачаны орындап жүрмін. Мен күнделікті бір задачаны 5 рет орындап жүрмін. Мен күнделікті бір задачаны 5 рет уақытылы орындауға тырысып жүрмін. Ақырындап уже адамда мида бір уверенность пайда болады да, былайша. Мен, значит, басқа да бір әрекеттерді жауапкершілікпен атқара аламын деген бір сенімділік пайда болады да адамда. Сол жауапкершілік деген, мен ойлаймын, намаз деген инфантилизмнен құтылуға алып келетін алғашқы инструменттердің бірі деп ойлаймын. Инфантилизм деген? Былайша айтқанда бала халі ғой. Әлі бала сияқты ойлау. Не внутренний ребенок, а детская позиция. Әлемге бала позициясынан қарау ғой. Иә. Керемет. Мана сіз айтам деп едіңіз. Осы жерде жалғастырып кетейік. Керемет. Негізі психологияда біздің миымыз жалпы неден бастасақ болады? Адамға намаз қанша жасында парыз болады? Бірінші. Адамға намаз бірінші взросление этапы, биологическое взросление болады ғой балада. Именно бездер, бағанағы половые железы дейді ғой. Как только начинает созревать, сол сәттен бастап уже балаға парыз болады. Ол сәтке дейін баланың ақылы да келмейді, әлі болмысы да келмейді намазға. Дұрыс. Негізі мен чисто биологиялық көзбен қарайтын болсам, бала 12 жасында или 9 жасында қыздарға, балдарға 12 жасында намаз парыз болады. Сонда қараңыздар, 12 жыл бойы бала не істеу керек сонда? Туылғаннан бастап 12 жыл бойы бала намаздың қағидаттарымен танысу керек. Діннің қағидаттарымен танысу керек. Қазақта сөз бар ғой, 13-те отау иесі деген сөз бар. 13-те отау иесі деген не деген сөз? Ол 13 жасында бала өзінің мойнына жауапкершілік алды деген сөз. Сіздің айтып отқан бағана жауапкершілігіңіз. Негізі психологияда енді қазір инфантилизм деген нәрсе өте дамып кеткен. Неге? Өйткені біз комфортта өмір сүреміз. Көбінесе біздің өмір сүріп жатқан ортамыз ол өте комфортны. Бізге қазір ерте дамудың маңыздылығы жоқ. Сол үшін даже 18 жаста, қазіргі жастар 18 жаста бұрынғы кездегі 12 жасар балдар сияқты и психологический уровеньда сондай болады, и барлығының емес, соответственно, но андай бар ғой, общий тон народа дейді ғой. То есть общий тонда біз білеміз, что 18 жаста әлі балада инфантилизм болуы ол норма деп айтамыз да. То есть если 25-ке дейін ол пісіп бітсе, ол это здоровый человек деп айтамыз да, биологически. Енді психология тұрғысына келетін болсақ, психологияда адамның взросление дейді ғой.
Взросление деген нәрсе негізі тек қана жауапкершілікпен ғана сопоставляться етіледі. То есть человек взрослый только в тот момент, когда он взял ответственность. Адам есейді деп қашан айтамыз? Ол өзіне, өзінің жасап жатқан іс-әрекетіне, айтқан сөздеріне, берген уәделеріне жауапкершілік алып, соларды орындайтын кезде ғана бұл баланы есейді деп айтамыз. Ол маңызды емес. Ол 5-те бола ма, 15-те бола ма, кейде 50-де де адамдар істей алмай жатады сол нәрсені. Сол үшін бұл жақта бір позиционирование деген нәрсе бар да, баланың көзімен әлемге қарау деген мағына, инфантилизм деген нәрсе, ол жауапкершілік ала алмау деген сөз. И жауапкершіліктің ең бірінші қадамы ол намаз. Сіздің айтып жатқан бағанағы намаз жауапкершіліктің ең бірінші қадамы. Өйткені психологиялық тұрғыда сен бір нәрсеге көну керексің. Мақұл 5 уақыт. 5 уақыт оқу үйтіп көндіруге болады өзіңнің миыңды. Даже нәпілдерді қосып оқысаң да үйтіп көндіруге болады. Уақытлы оқу без проблем. Бірақ бұл жерде самый главный ключевой фактор бар ғой. Өміріңнің соңына дейін деген. Ол ешқашан бітпейді деген ключевой фактор. Сол ғой адамды қинайтын. То есть адам бізге айтатын болса, мұсылмандарға айтатын болса, 1 жыл или 5 жыл жестко 5 уақыт намаз оқысаң, ровно болды, короче, жәннат десе, барлығы оқитын еді. Бірақ адамды, біздің миды қинайтын нәрсе не? Срогы жоқ. Бітетін күні жоқ оның. Сен біткен күні намазың да бітеді деген нәрсе. То есть көрдіңіздер ме? Негізі бұл жауапкершіліктің тақырыбына кіретін болсақ, адам жауапкершілік алған кезде әлемге де сондай көзқараспен қарайды. То есть мына істеп жатқан ісім, бағанағы взросление дейді ғой, самый первый этап взросления у детей начинается. Ол адам бірінші өз-өзін тани бастайды. Мен кіммін, мен неғып жүрмін, менің границаларым қаяқта, мынау адам маған зиян тигізіп жатыр, мынау адам маған пайдасын тигізіп жатыр, мынаған мен жоқ деп айтуым керек, үйренуім керек, мынаған мен я деп айтуым үйренуім керек деген нәрсе. Бұл бағанағы бірінші этап взрослениядағы өз-өзіңе жауапкершілік алу, айтқан сөзіңе жауап бере алу және өз-өзіңді қорғай алу деген бұл бірінші этап взросления. Ол 15 жасқа дейін болады. 15 жастан кейін ары қарай адам уже екінші этапқа өтіп кету керек. Ал екінші этапта бізде настоящее психологическое взросление басталады. Бағанағы намаздың ұзақтығы деген сияқты сұрақтардың барлығы, өмірдің аяғына шейін істеу, өмірдің аяғына шейін бір сфераны таңдау, бір әйелге үйленіп сонымен до конца болу деген сұрақтарды на первом этапе взросления ми қабылдамайды. Керемет. Алла тағала баршамызға ұзақ ғұмыр берсін. Шақта намаз бір тағы да қыр сыры бар ғой. Намаз здесь и сейчас деген тема бар ғой. Иә. Солай өмір сүруге тағы да үйретеді, алып келеді. Машалла. Қараңыз, жаңа айтқан адам өлшейді ғой, всю жизнь буду молиться деген. Ой, мен ойымша дұрыс емес. Алла тағала менен тек қана бүгінгі күннің ғана намазын сұрап жатыр. Иә. И Алла тағала менен қазір құптан намазының сұрап жатқан жоқ. Менен қазір алда келе жатқан асыр намазын, екінті намазын сұрап жатыр. И я живу максимально здесь и сейчас. А мен жаңа ризық потоктарын тағы басқаны ашатын нәрсе здесь и сейчас болу деп бүкіл қазір айтып жатыр ғой. Иә. Вот вам нағыз здесь и сейчас. Когда ты здесь и сейчас, ты решаешь задачу прямо сейчас. Мысалы, қап қазір, иә. Сен сияқты адаммен любой адам жұмыс істегісі келеді. А бұл нәрсе жаңа айттық қой. Сен ризығыңды ашады. Өйткені сенмен қаншақты адам көбірек жұмыс істегісі келсе, соншақты сенде жаңағы ресурстар көбірек пайда болады деген сөз ғой. И жаңағы бір жауап, сіз айтып жатқан қиын деген сияқты нәрсеге. Сол жалпы маған мен де ойландым да, мысалы, жаңа тоже сол сұрақты қойдым да, жаңа мышленияға өзім тығып көрдім да. Ой, қарасаң қиын екен. Негізі шынымен өмір бойы намаз оқиын. Мен даже не задалась вопросом өмір бойы оқиын ба деп. Мен қазір келесі намазды ғана ойлаймын да. И содан кейін уақытқа қатысты ғой, әңгіме былайша айтқанда кетіп жатқан намаз, енді бүкіл айтады қазір тайм-менеджменттен том-томдап кітап жазылып жатыр, тағы басқа. Намаз ол тайм-менеджмент деп айтсам болады. Неге? Өйткені мен күнімді 5-ке бөлем. Сосын менде определенный, мысалы, таңнан айтады, жалпы батыстың ғалымдары, діннің түрлі монотеистік діндерде де таңғы уақытта береке бар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, таңғы уақытта береке бар. Иә? Магия утра деген кітапта жазылып жатыр. Қараңыз, таң намазын оқып болдыңыз, тыныштықта өзіңізбен бірге жаңағы ритуалдарыңызды жасап болғаннан кейін, дұғаларыңызды кейін істеріңізге кірісіңіз. Істеріңізге кірісіңіз де, души ешкім мешать етпейді. Сол уақытта көп деген нәрсені істеп тастауға болады негізі. Осылай бөліп тастаңыз да 5-ге дейін дедіңіз. Сосын 5-ге дейін ба, 5-нен кейін ба, сәл бір қайлуля жасаймын дедіңіз.
шамалы 15-20 минут ұйықтап алып, былайша айтқанда компьютер кейде деп кетеді ғой. Иә. Сол кезде бір перезагрузка жасап жібересің, нормально болып қалады. Тура сол сияқты миыңызда нормально болып қалады. Сосын сіз енді қараңыз, намазхан адам күніне бір күнде 2 өмір сүреді уже. Қайлуляны енгізген кезде. Дұрыс па? Ешкім мешать етпейді ғой. Адамдар мысалы темекке 15-20 минуттан артық жұмсап жатыр. Сіздің 15-20 минут біреу мызғып алғаныңызға ешкім ренжімейді деп ойлаймын. Кез келген салада. Дұрыс па? Тем более сіздің продуктивності артып жатса, производительность артып жатса, ешкім мешать етпейді. Келесі жалпы уже 5 намаз. 5-нен кейін енді келесі кездесулеріңізді қойыңыз. Асырдан кейін деген сияқты. Сол уақыттың арасында жұмыс істеп аласыз, тағы да қосымша проекттеріңізді реттейсіз, жұмыстарды аяқтайсыз. Сосын шам намазы дейді. Шам намазы арасында уже шамнан кейін адамда басқаша бір гормондар бөліне бастайды. Махаббат гормондары, мейірімдік гормондар, окситоцин, пролактин деген сияқты. Сол кезде байқайсыз ба, бізде мынандай сөздер бар. Кешкі шамнан кейін балаларыңды далаға шығармаңдар. Өйткені жаңа ғайби әлем бар, жындар уже шығады дейді, солар әсеріне түсіп қалуы мүмкін, тағы шошып қалуы мүмкін деген сияқты. Өйткені балалардың пердесі әлі жабылмаған себепті олар бізден де көп нәрсе көреді, ғайби, метафизикалық. Енді қараңыз, сол кезде қараңыз, қандай керемет дейді, просто уақытты, таймингті қойған. Сіз сол кезде сізде организм да отқа сөйтіп жаратып қойды. Уже гормондар бөлініп жатыр, махаббат, мейірім, біреу тактильный болсаңыз біреумен құшақтасып дегендей жақындарыңызбен. Жақындарымызбен обязательно. Иә, жақындарыңызбен. Иттің қайында құшақтаса бермеңдер осы жерде. И сол балаңыз үйде, далада емес, түн, иә, шамнан кейін уақытта. Сол кезде вот бізде көбінесе кездесулерді шамнан кейін қояды ғой, кешке ше, жұмысқа қатысты, тағы басқа қатысты. Мен айтайын, сіз 100% дұрыс шешім шығара алмайсыз, өйткені сізде миыңыз уже басқаша жұмыс істеп жатыр да. Дұрыс шешімдер күндізгі уақыттан жаңа кешкі уақытқа дейін шығара аласыз. Кейін шығара аласыз, шығара алмайсыз демеймін, бірақ та более эмоциональный бір нәрсе қосылып кету мүмкін сіздің шешіміңізге. Дұрыс па? Сол кезде енді сіз уақытты жақындарыңызға арнаңыз, достарыңызға, солармен бірге болыңыз, солармен бірге сұхбаттасыңыз, сізге ұнайтын тақырыптар талқылаңыз, жұмысты алып тастаңыз уже. Бітті, жұмыс уақыты бітті. Ары қарай уже ақырындап подготовка ко сну дейді ғой. Ақырындап шамнан кейін бәрін қалай, күндерің қалай өтті, сенің жағдайың қалай. Мынандай нәрсе болып қалды ма? Оны бүйтіп реттейік, бұйырса бүйтейік. Иншалла ертең күн бар, реттестіреміз. Уайымдама, тыныштық, тревожностьті максимально басып, дальше уже ақырындап сол тревожность басқаннан кейін бәрі уже сезінеді, то что человек не одинок. Менде жақындарым бар деген сияқты нәрсе. Бізде бар ғой, қанша үйде көп адам өмір сүрсе де бір-бірінің халін сұрамайды мысалы. Ал бұл сондай бір ерекше уақытта хал сұрасатын. Иә, хал сұрасатын. Сосын сол кезде тұрасыз да, Ихлас, Фалақ, Нас, Аятул Курсиді оқисыз, иә? Өзіңізге дем саласыз, кейін жақындарыңызға, балаңызға дем саласыз. Уже махаббат басталып жатыр да? Көресіз? Уже деген бір-бірге қамқорлық, мейірім. Сосын кейін уже ақырындап подготовка ко сну, шам. Құптан оқисыз, бисмилля. Маңызды шаруаңыз жоқ па? Сразу ұйықтап қалсаңыз, идеально қай уақытта келіп жатсыз, уже андай, как называется этот гормон сна? Мелатонин бөліне бастайтын уақыт қой. Мелатонин бөлініп жатқан кезде сіз дәл сол уақытында ұйықтап қалсаңыз, байқайсыз кейде өзін шаршап қалып ұйықтап қаласың ғой, бірде спокойно тұрасың ғой, екілерде ше, как будто 10 сағат ұйықтағандай, бір күн ұйықтағандай. Не үшін? Өйткені сіз бір нәрсені дәл уақытылы істедіңіз да. Алла тағала негізі дәл уақытылы істеген істерді ерекше жақсы көреді. Кемел жасалған істерді ерекше жақсы көреді да. И сіздің организміңіз де ол нәрсені жақсы көреді. Біздің организм сол программамен жазылған ғой негізі. Даже бағана сіз айтып жатсыз ғой, таңғы уақытта бөлек гормондар бөлінеді, кешкі уақытта бөлек гормондар бөлінеді дейді. Бізде нейромедиаторлар бар ғой, мидың гормондары бар ғой. Таңғы уақытта мидың өзін активирующий гормондар бар. Дофамин, кортизол деген сияқты, норадреналин деген сияқты, ацетилхолин деген сияқты, возбудители, олардың мақсаты миды ояту, тұрғызу, возбуждать ету, тез, давай. Бізді бета-ритмға түсіру керек қой, короче. Бета-ритм деген бағана активный ритмға түсіру керек. Ол жерде ми ояу болады, жүйрек болады, белсенді болады, активный болады, барлық нәрсені істеп тастағысы келіп отырады да. Бірақ біздің проблема, біз оны ұйықтатамыз сразу.
өйткені түнде ұйқы қанбады, сонымен аламыз да, короче, оны ұйықтатамыз. Ол жерде ұйықтатқаннан кейін әрине ол жерде сбой кетеді. Потому что енді сен жүгіріп баратқан жылқыны тоқтататын болсаң, ол да өліп қалады да, тура сол сияқты. Енді оянып келе жатқан организмді жатай деп ұйықтатып жіберетін болсаң, ол да уже жынды болып қалады да, не істерін білмей. И сол үшін ол амал жоқ не істейді, мына құртылмай қалған энергияны қашан құртамыз біз? Сол түнде құртамыз. Сол үшін айтады адамдар, маған түнде көп идея келеді, түнімен мен жұмыс жасаймын, машалла мен творчество. Сен түнімен жұмыс жасайсың, потому что тапа-тал түсте бір жеріңе күн түскенше ұйықтап жатсың ғой, енді сол энергияны бір жаққа құрту керек қой, ол кетіп қалмайды өзімен өзі үш жаққа, дұрыс па? Соны құрту үшін сен не істейсің, тиктокқа кіресің, тағы бір нәрсе істейсің, жұмысыңды істейсің, бірақ үлгермейсің құртып. Онша уақыт жоқ оны құртуға ше. Сосын не істейміз біз? Загондарға кіре бастаймыз ғой. Вообще тревожность, загоны, самоунижение, процесс самокопания — это попытка мозга закончить энергию, которая еще не завершилась в течение дня. То есть ол мидың бір определенный әрекеті ғой, бітірейікші. Байқайсыңдар ма, кішкентай баланы әбетте телефонмен ұстатып қоятын болсаң, телефон ұстатып кино көрсетіп қоясың ғой, оның денесіндегі энергия шықпады еш жаққа. Сөйтіп ол түнде не істейді? Мама сием, мама тұрам, мама су ішем, мама барам, жүгіреді, жылайды, айқайлайды. Неге? Өйткені бір күнге Алладан келген энергиясы бітіп үлгерген жоқ. Адам бір күндік энергиясы бітпейінше ол ұйқыға кетпейді никак. Ұйықтата алмайсың. Енді ұйықтатуға болады боковоймен, бірақ былай соңға кете алмайды да, ол түсіндірдің ба? То есть сол үшін де адам не істейді? Адам энергиясын құртып тастауға тырысады. Бала болсын, үлкен кісі болсын, энергияны құртып тастауға тырысады да. А ол кезде в основном психологические искажения, изменениялардың барлығы сол жерде басталады. Бағана екінші этап взросления дедік қой. Иә. Екінші этап взросления деген нәрсе как раз таки осы. Егер қарапайым сөзбен айтатын болсақ, бірінші этап взросленияда адам өзінің эгосымен танысады да. Мен кіммін? Менің границаларым қаяқта? Мен болмысым қандай деген сұрақтармен танысады. Мен еркекпін, мен әйелмін, мен мына отбасыдан шыққанмын деген нәрселердің барлығын өзі тани бастайды. И адам повзрослел деп қашан айта аламыз? Бірінші этапта взросление произошло деп қашан айта аламыз? Адам шынайы жоқ деп айта алады. Өзіне ұнамай тұрған нәрсеге ол жоқ деп айта алады. Мысалы үшін 15 жасар, 20 жасар бала саған сен ата-анасы болатын болсаң, сен анаяққа барасың ба, тойға барасың ба десе, бала жоқ деп атса, ол баланы тиюға болмайды, өйткені ол бала взросление этапынан өтіп жатыр қазір, биологическое, психофизиологическое взрослениеден өтіп жатыр да ол. Ол келеді иншалла, екінші этап взросление, мейірімділік, басқа біреудің көңіліне қарау деген нәрсе ол екінші этапта келеді. Бірақ көбісі бізде проблема неде? Бірінші этап взрослениені до конца завершать еткізбейді да. Орысып қарып, бытшын шығарып, анаған жоқ дегізбей, я дегізіп үйретіп, жегізіп, в общем, ана түбінде жоқ дей алмай, сол күйде түйіліп қалады да на состояние. И сол үшін ол өмір бақи жоқ дей алмай, барлық жерде я деп жүреді, бірақ іште инфантилизм қалып кетеді, жертвенность қалып кетеді, состояние бағанағыдай внутренней жизни без опоры қалып кетеді. Іштегі ана мыс жоқ, ешнәрсе болмайды, қорқынышта жүреді, әлде бір үрейде жүреді. Адам шынайы жоқ деп айтып үйренген кезде, күнә жасайсың ба? Жоқ. Мынаны істейсің ба? Жоқ. Мысалы үшін кеттік, сен жасың 16-да ғой, барып зина жасайық деген кезде, ол бала өзінің құндылықтарына сай, сенің берген тәрбиеңе сай, ол бала жоқ деп айта алу керек. Ол жоқ деп айта алмаса, ол бала ертең бұл дүниенің құлы болады. Өйткені жоқ деп, нақты жоқ деп айтатын нәрселер бар бұл дүниеде. Жоқ деп айту керек негізі любой адам. Жоқ деп айтып үйренген адам ғана я деп айтып үйренеді. Екінші этапта уже 20-25 жасқа келген кезде бала нені үйрене бастайды? Я деп айтуды үйренеді. А я деп айту дегеніміз ол не? Вот сол кезде нәпсінің нағыз бағанағыдай контроль басталады, ол нәпсіні контролировать ете бастайды адамның өзі. То есть это этап, когда я готов басқа біреудің ойында тыңдауға дайынмын. Мысалы үшін мен өзімнің қателіктерімді қабылдауға дайынмын. Сіз маған бір келесіз да, мысалы үшін Асеге келіп айтасыз, әбеке, сенің мына жерде қателіктерің бар. Мына жерде енді сіз ғалымсыз. Сіз мысалы үшін дінді меңгерген адамсыз. Сөйтіп сіз маған келесіз, айтасыз да, мынандай жерде қателігің бар деп айтсаңыз, мен жақтан сол нәрсені қабыл ету, сол менің жауапкершілігімнің артқаны болып саналады негізінде. Ал егер мен сол сәтте сізге агрессиямен жауап беріп, өзім білем, тағы бір бәле дейтін болсам, тогда мен түйіліп қалғам, тогда мен до конца взрослеть етіп үлгермегенмін деген сияқты. Вот сондай адамдарда көбінесе не только намазбен, жалпы жауапкершілікпен проблема басталады всегда. То есть адам өзінің қателігін қабылдап, жеңіл болмасын, но бірақ қабылдап үйренбесе,
или басқа біреудің мнениясын қабылдап үйренбесе, радикальный взглядпен тек қана менің ойым бар, болт осындай ғана деп жүретін болса, ол адамда всегда жауапкершілікпен проблема болады, всегда. Біз айттық қой бағана, намаз бен жауапкершіліктің тығыз байланысы неде? Намаз бастаған адам, уақытылы жас кезінен бастап намазға бейімделген адам, мен өзім жас кезімде келген жоқпын, бірақ сонда да кішкентай балдарға қарайсың ғой, балдар бейім болады бұл нәрсеге, жақын болады, әкесінің істеген істейді, артынан қайталағысы келіп тұрады. Жас кезінде келген адам, ол ең бірінші үйренетін нәрсесі ол бағанағы жауапкершілікті үйренеді. Ол шынымен ол басқа біреуге зиянын тигізбеуді үйренеді, және қолынан келгенше пайдалы болуды үйренеді. Жартылып емес, қолынан келгенше пайдалы болуды үйренеді. Но фокус қай жерде болады? Бағанағыдай, менмін, сенсің, менің ең басты мақсатым екеуміздің қарым-қатынасымызда саған менен зиян тиіп кетпеу керек деген идеяда болады. Міне осы нағыз, енді біздің психофизиологиялық тұрғыда қарайтын болсақ, взрослый человек деп айтамыз. То есть осы адаммен жұмыс істесуге болады, бұл адамға сенуге болады, бұл адаммен қарым-қатынасқа кіруге болады. Неге? Өйткені бұл адам қателеспейді емес, қателігін мойындай алады. Ол басқа біреуді кінәлі адамды іздемейді. Ол мойындайды, мен мына жерде қателестім дейді. Ол любой конструктивный беседаға дайын деген сияқты. То есть рефлексия жасауға дайын. Машалла. Қазіргі заманның үлкен дерті қандай? Қазіргі заманның үлкен дерті, біз шешім қабылдай алмаймыз. Мысалы үшін өзімнің өміріме қатысты шешім қабылдай алмаймын. Мына жерде тұрамын, мына жерге барамын, мына нәрсені істеймін, мына нәрсені оқимын, мынандай нәрсені оқымаймын деген шешім қабылдай алмаймыз. Неге? Өйткені бізде бағанағы этапы взросления нашей психики дұрыс емес өткенді. Керемет. Жаңа сол айта кететін мәселе, айттық қой, ля икраха фид-дин дейді ғой, нет принуждения в этой религии. То есть ешкімді зорлықпен, зомбылықпен ешкімді дінге алып келмейсің. Сол айтып жатқан. Келе алмайсың да ғой негізі. По факту. Өйткені эгосы бар ғой. Эгосы ұйықтатады. И айтайын деген сол момент, ата-ана просто дайындау керек та, шешімді балаға қалдыру керек. Дальше он будет совершать намаз или нет. Мүмкін ол 15 жаста бірден бастамайды шығар образына. Мүмкін ол кейін келер. Но сен главное оған шешімін қалдырып жібердің да, былайша айтқанда. Дұрыс па? И жаңа шешім қабылдауды үйренеді дедік қой. Осай негізі басталады. Сосын бізде негізі көбінесе машалла, просто қараңыздаршы. Бір намаз қаншама хикмет ашып жатыр, уақытты ысырап етпеу, барлық нәрсені уақытылы жасау, одан кейін жауапкершілік алу, шешім қабылдау, адам болып үйрену, зияныңды тигізбеу, пайдалы болу деген қаншама бұдан бөлек мың хикмет бар ғой. Керемет. Қазір тоқталамыз ақырындап иншалла. Сол айтайын деген жаңағы бізде болады ғой кейде пендешілікпен ата-аналарымыз мені ғана тыңдау керексің деген бір нәрсені қалыптастырса, ол уже балада нарциссистский травма қалдыруы мүмкін. Кейін ол бала жаңа айттыңыз ғой, басқа біреулер кеттік шейік деген кезде, ол из-за того, что өз мнениясы жоқ деп айтамайды. Ол ана жоқ деп айта алмай қалады ғой. Ал когда сен жаңағындай қағидаттарға сай тәрбиелесең баланы, ол бала Аллаға шүкір, өзім мақтанбаймын негізі. Бүкіл нәрсе Құдайдың қалауымен. Бірақ та мен сондай бір орталарда болдым. Я могу сам подтвердить то, что когда сен тартып жатса да жаңағы дұрыс емес әрекеттерге, сен жоқ дей аласың. Машалла. Ешкім көріп тұрған жоқ мен ол жерде. Туғандарым ешкім көріп тұрған жоқ, вообще миллион километр. Тек менде қасымда Құдай бар да. Машалла. И сол нәрсе мені шынымен біреудің ақысын жеуден, біреудің нәрсені ұрлаудан ұстап тұр. Аллаға шүкір. Ойлайды ғой, бала зомби болып кетеді деп. Зомби болсын, мен қазір зомби емеспін. Аллаға шүкір, мен кез келген дін өкілі де сөйлесемін спокойно, мен жақсы қарым-қатынаста, әртүрлі мәдениетті ұстанатын пендемен қарым-қатынаста зомби емеспін. Мен мұсылманмын. Аллаға шүкір. И мұсылман деген кезде бейбітшілік қой, былайша айтқанда. Мұсылман жаңа уже сіз балаға қоғамдық, яғни қоғамда социальный человек дейді, былайша айтқанда, сондай тұлғаны тәрбиелейсіз ғой, былайша айтқанда. Ол баладан ешкім үрей, қорқыныш, алдап кету, лақтырып кету деген нәрсені одан енді онда энергетика шықпайды, онда аура шықпайды одан. Тек қана сенім. Сіз солай негіз балаңыздың жолын ашып жатсыз. Қалай? Өйткені кейін уже ол адаммен адамдар жұмыс істегісі келеді. И жаңа дисциплина дедік қой. Дисциплинированный адаммен кез келген адам жұмыс істегісі келеді, дұрыс па? Мысалы кейде дизайнерге ма бір нәрсе задача бересің ғой, брат, істеп қоя салшы. Негізі қараңыздар, шынымен бұл дүниеде
егер сен дисциплинированный болсаң, қай бір салада болсаң да сенде конкурент жоқ. 100% Иә, дисциплинадан 100%. ұйықтайды бәрі. 100%. 100%. Иә. Максимально айтып, ақиму соля уастабир алейха. Вот осындай бір аят бар. Намаз оқы және де ода табандылық таныт дейді. Сосын кейін ризыққа қатысты әңгіме кетеді. Түсініп отырсыз ба қалай байланысты? Табандылық деген ол хочешь не хочешь делаешь, брат. Иә. Хочешь не хочешь делаешь. Нәпсін айтып отыр, бір одной тастай салшы, ертең істей салшы. Жинап расылайықшы де. Прокрастинация жасай қойшы. Қазір Faceit ойнай тұр, Dota ойнай тұр, сосын кірсесің, қазір бір сериал көріп тастайын деп мысалы ше. Ондай емес. Сразу бірден деген сияқты нәрсе ғой. Жаңа дисциплинаға қатысты тоқталатын болсақ, дисциплина қараңыз, адам уже кішкентайынан бастап бір әрекетті 5 рет тоқтамай күнде істеп келе жатыр. Аллаға шүкір. Ондай адамға дисциплинаны өмірге енгізу де жеңіл. Дұрыс па? Сосын жаңа уақытқа қатысты бір айтып кететін нәрсем бар да. Жалпы уақыт лобной доля бар ғой. Ол айтпеңізші қандай плюстар бар лобной доля мықты істеуі? Мықты істеу үшін не істеу керек па? Жоқ, жалпы ол мықты істесе не болады, қандай плюс пайда болады? Мықты істесе адамда стремление өседі, өмір сүруге деген желание пайда болады, потому что лобная доляда бізде передняя поясная кора, латеральная кора, передняя срединная кора бар. Бұлар неге жауап береді? Адамның выживание и стремление к жизниге жауап береді. Негізі қараңыздар, адамның екі жолы бар. Он либо стремится к жизни, либо стремится к смерти. Так или иначе, он стремится к чему-то всегда, потому что мы живем в пространстве, где есть время и сменяющиеся события. То есть ты не можешь в пространстве времени при движущихся обстоятельствах стоять. Сен тұра алмайсың да. Әлем қозғалып жатқан кезде сен бір орында тұра алмайсың да. Физикаға қайшы келетін нәрсе да. Сол үшін сен по-любому бір жаққа қарай жүресің, бір жаққа қарай ұмтыласың. И сенің миың либо өмір сүруге ұмтылады, либо өлім сүруге, өлуге ұмтылады. Енді өлім деген биологиялық тілде айтатын болсақ, ол әзірейсілем келу емес, өлім деген биологиялық тілде айтатын болсақ, ол өз-өзіңе зұлымдық жасау деген сөз. Артық тамақ ішу, ұйықтау, өзіңнің жүйесіздік, сондай әрекеттердің барлығы енді сырттан қарайтын болсаң айтасың, мына адам машалла мынау өмір сүргісі келіп жатқан адам деп айтамайсың мынаған қарап, кешкі 5-те тұратын адамға қалай айтасың дейді. Мысалы үшін ол білесің, өлімге кетіп бара жатқан адам екенін білесің да, ол адам просто андай өміріне проблеманы асықтырғысы келіп жатқан адам да, короче. Потому что ол тек қана таяқ жегеннен кейін ғана оянып үйренген адам да. Таяқ жемесе тұра алмайды ол. Сол үшін ол лобный доляды ояту үшін оған таяқ керек та, жесткий. Ал лобный доля ояу кезде саған мотивация керек емес, саған таяқ керек емес. Сен просто азында тұрасың, сен құндылықтарың бар, сен миссияң бар, сен барасың да істей бересің жұмысын. Берешь и делаешь, болды, біздің неміз бар ғой, ағамыз бар ғой, мощный ақи брат Оскар Хартман деген. Берись и делай деген. Айман ғой. Просто делай просто. И сол айтайын дегенім жаңа лобной доляға қатысты айтатын нәрсем, жалпы намаз уақыты бар ғой. Намаз уақыты айтады, уақыты кіргенде оқысаң, Алланың разылығы бар дейді. Машалла. Кешіктіріп оқысаң, яғни сол уақыттың арасында тайминг бар ғой. Кешіктіріп оқысаң, Алла тағаланың рахымы бар дейді ол кезде. Хорошо, в том и том случае ты выигрываешь, брат. Но момент. Намаз, біздің ізгілеріміз қалай жасаған? Мысалы, балта шабушымен алатын болсақ, мысалда, балта шауып атады, ағаш шауып атады, шауып жатады. Намаз уақыты азан естіп қалды ма? Балтасы көтеріп тұр ғой, лақтырса болады ғой анан. Резко тоқтатып тастайды екен да, и балтаны лақтырып жібереді екен. Балтаны орынға қойып, барып намазға кетіп қалады екен. Бұл деген нәрсе лобной доля тренировать етеді екен. Резко бір процесстен переключаться на следующий процесс. Машалла. Енді қараңыз, иногда бывает так, көбінесе қағазбен тағы басқамен жұмыс істейтін адамдар, жалпы кез келген салада бірінші жазасың или істеп жатсың, и істеп болдың, қарайсың, не істеген, вообще не туда кетіп қалыппын ғой дейсің, енді қараңыз, жаңағындай негізі намаз уақыты, кейде намаз істеп жатқан кезде, жұмыс істеп жатқан кезде, бір проект істеп жатқан кезде намаз уақыты кіріп қалады ғой. Давай я доделаю, потом намаз оқып деген нәрсе пайда болады. Сол выгодно да, былайша айтқанда. Но жаңағы жағын байқадым да, бұны батыстың бір қауымы айтып жатыр, лобной доляға қатысты. Лобный доля тағы да бізде фокусқа жауап береді, если ол бірақ нәрсеге жауап бермейді. Жан-жаққа жауап береді. Креативность, так. Креативность, предвкушение. И вот қараңыз, анау резко тоқтатып қалды, намазын тоқтатып қалды, азан кірді. Сәжде кезетті ойлап тапқан, айқап кезетті ойлап тапқан адамдарға Алла разы болсын намаз уақыты. Сол намаз уақытына азан шақырылды ма?
резко тастайсың жаңа жұмысыңды істеп жатқан дәретіңді аласың, спокойно барып намазын оқып келесің, тоқтаттың ғой былайша айтқан процесс. Оңай емес негізі тоқтату, бірақ сосын енді қайтадан келіп кірісесің ғой жаңағы іске, уже ол істі одан сайын қалай улучшать етсем болады деген ой келеді. Уже ана жақта изяндарды көре бастайсың, мен мына жақта былай кетіп бара жатыр екенмін, оказывается былай екен ғой деген сияқты, түсіндіре алдың ба? И намаздың осылай просто жай жаңа уақытылы орындаудың абзалдығы бар ғой, әлбетте аллахтан разылығы ол ең керемет нәрсе, 100%. Бірақ мына дүниеде беріп жатқан пайдасын қарасаңызшы, миың одан сайын креативить етеді ғой идеяларды, әсіресе маркетолог жаңа идея генераторларға осы мықты инструмент деп ойлаймын. Риза болатын нәрсе жалпы Құраннан келетін қандай да бір аят болсын, қандай да бір бұйрық болсын, парыз болсын, сүннет болсын, барлық жағынан қамтиды ғой негізі пайдамен. Жаным. Даже отырасың да кейде біз медикпіз ғой. И намаздың медицина жағынан қарайтын болсаң қандай пайдасы бар деген нәрсеге кірген кезде мысал үшін адам күніне 5 рет каждая мышца, негізі адамда каждая мышца дистрофический этапқа или атрофияға өшуіне, сөнуіне, істемей қалуына жетпес үшін адам күніге приседание жасап отыру керек, күніге бағанағыдай сәждеге жату керек, күніге жатып керіліп қол аяғын көтеріп істеу керек та. И сол действиялардың барлығы негізі бір намаздың ішінде бар. Даже енді ол сол үшін деп айтпайсың ғой намазды, бірақ просто қамтымайтын саласы жоқ та, 360 барлық жерді қамтиды да намаз. Жалпы осы жағынан бірден бір істен тоқтап қалып и переключаться ету, бұл былайша айтқанда миды тренировка жасау. Осай негізі адамның миына да өзіндік бір тренировка жасап жатыр да. Но ты этого не знаешь сам, өзің білмейсің тренировка жасап жатқанда ломной долиға, бірақ та тренировка жасап жатсың да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамыз радиаллаху анхадан келеді ғой, риуаят келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаздың уақытысы кірген кезде дейді, азан ойнайды ғой, азан шақырады ғой, азан шақырған кезде істеп жатқан ісінен тұрып біздің жанымыздан бізді танымайтын адам құсап өтіп кететін еді дейді да. Айша анамыз айтады да, уже семьясы енді қасында olur барлығымен, қандай да бір азан шақырылатын болса пайғамбарымыз сразу тұрады екен да, істеп жатқансын сол жерде тастайды да. И ары қарай бағанағыдай фокустың барлығы 100% сол кезде аллада болады да, до такой степени аллада, что бағанағы Айша анамыз айтады да, көзіне қараған кезде бізді танымайтын адам сияқты өтіп кетеді дейді жанымыз. Сол басында айтып отқан нәрсеңіз сол ғой. И айтайын деген қазір бір адамдар бізге айтуы мүмкін да, фанатично как-то относится к этому деген сияқты. Мен айтайын, сізде намазхан адам жұмыс істесе, намаз оқитын адам компанияңызда, ол жаңа намаз арқылы не нәрсе напоминать етіп жатыр өзіне, осы жағына да үңіліп қараңыз. Біреулер айтады да андай, уақыт текке алады, аяқты нетеді, кетіп қалады, жоғалып кетеді, тағы басқа деген сияқты. Қанша адам темекі шегіп те жоғалып кетіп жатыр ғой, дұрыс па? Ішіп те кетіп жатыр ғой дейсіз ғой. Иә, қанша адам сол уақыттың арасында вообще телефонда отыратын адамдар бар ғой, жұмыс уақытында мысалы. И просто жаңа қосайын деген нәрсем, он себе пенде ұмытады ғой, ұмытушы ғой былайша айтқанда, кейде ұмытып қаласың бір нәрселерді. Өзіне намаз уақыты кіру арқылы напоминает, что, кто он, что он делает, куда он движется, он правильно ли қазір істеп жатқан проектін алфавитіп лақтыра салып жасап жатыр ма, или алла үшін шынайы жасап жатыр ма. Он сені көріп тұрған кезде, бүйтіп бақылап тұрған кезде сен деріске жасайсың бәрін. Бірақ проектті мысалы саған бір белгілі бір уақытқа береді, кім біледі сен не істеп жатқанын, дұрыс па? Соңғы уақытта бір не істеп жатқан сен оны құдай біледі, мысалы алба-жұлба деген сияқты. Но сен мына жақта алла тағала жұмысыңды реттеп беріп тұр ғой. Қараңызшы, сен уже тұрасың айтасың, ей, мен Хал деген кітабында осы мысал бар, Алланың жұмыскері деген. Біз Алланың жұмыскеріміз. Біз бір компанияда, да, числимся как работники, но мы работаем на Аллаха. Ол компанияда қандай нелер бар, заңдылықтар, правилалар. Мысалы бір идея жасап жатыр ма, оны сыртқа шығармау керек деген нәрсе бар ма? Ты придерживайся этого правила, брат. Ол компанияда осы уақыттан осы уақытқа дейін жұмыс істеу бар ма? Қарамаса да сен жұмыс істейсің ол жерде. Өйткені сен Алланың жұмыскерісің да. Иә. Сен ойлайсың, ризығың сол жақтан келіп жатыр, иә, сол жақтан зарплатаң түсіп жатқан шығар. Бірақ та когда сен Алланың жұмыскері боласың, саған ризық күтпеген жерден келеді, брат. Машалла. Прямой ғана емес, тек қана бір проекттен ғана емес, күтпеген жерден келеді.
Валлахи машалла. көп ант ішпеймін, валлахи. Иә, ондай подтверждение көп. Жалпы менің өмірімде де ондай подтверждение көп. Намаз оқитын адам ол күніне 5 рет өзінің бағанағы жануар болып кеткен нутросы болады ғой адамның іші ше. Істегім келмейді деп жатқан нәрсені күніне 5 рет уыздап отырады ғой, байлап отырады, бір жерге отырып байлап отырады. Мысалы үшін қараңыздар, чисто даже біздің тілмен, медицинаның тілмен, психофизиологически қарайтын болсаң, лобные доли развиваются только тогда, когда есть опасность или когда есть сопротивление. Сопротивление бар кезде ғана біздің максимальный активностьқа лобная доля келеді, қосылады да. Ал енді қараңыздар, лобная доля қосылған кезде адам ұмтылады дедік, өмір сүруге ұмтылады. То есть ол өсу, өну, саморазвитие, ақша табу деген нәрсеге тек қана өмір сүруге ұмтылған адам ғана істейді. Өлейін деп жатқан адамға не алады оны? Мысалы үшін да. Сол үшін активация лобных доль намаз қалай көмектеседі оған? Ешқандай адам намазға үйрене алмайды. Именно уақытылы оқуына, енді на уровне привычки бәріміздің ойымызда болады ғой. Бірақ мы каждый раз сопротивление береді намазға барған кезде. Каждый раз сопротивление. Енді бір кейбір кездерде бір қатты әсерленіп тұрған кезде кайфпен оқисың ғой, но в основном большинстве көп адамда каждый раз сопротивление береді. И сол сопротивлениеден өткен сайын сенің миың активности қосыла береді. И чем больше ты читаешь намаз через сопротивление, тем спокойнее ты реагируешь на внешние обстоятельства в мире. Сонда айтады ғой, намазға кірген халіңмен шыққан халің бірдей болатын болса дейді, онда сен намазыңда бір нәрсең дұрыс емес дейді. Сол да сен намазға кірген кезде сен өзіңді, имам Ғазали рахимахулла айтады, тұрасың, көзіңді жерге қоясың да, именно көз қимылдамау керек дейді. Сондайға шейін адам енді намаздың кемелдене береді ғой. Әр кезде әртүрлі кемелдене береді. Сен уже движенияға, деміңе көңіл бөле бастайсың, уже там әріптерге, неге, тәжвидке көңіл бөле, қырағатыңа көңіл бөлесің деген сияқты уже кете береді ғой каждым этапом. И каждый этап ол тоқтамайтын, үздіксіз өз-өзіңнің ой санаңды, нәпсіңді тәрбиелеу ғой. Вот намаз болмаса ешқандай амалмен сен өзіңді басқаша тәрбиелей алмайсың. Өйткені күніне 5 рет сен спортпен айналыса алмайсың, күніне 5 рет сен арман жазып, кітап жазып отыра алмайсың, өміріңнің аяғына шейін күніне 5 рет кім не істеп жатыр постоянно? Күніне 5 рет біз даже далаға шықпаймыз ғой, күніне 5 рет даже туалетке бармаймыз ғой, дұрыс па? То есть біз күніне 5 рет прикинь, аяқ жуамыз. Күніне 5 рет бет жуамыз, күніне 5 рет ауыз жуамыз. Дәрет алған кезде барлығы деп барып алмайды ғой дәрет, дұрыс па? Қыста, далада болса, ресторанда болса, бір жерде болса. Каждый раз это самодисциплина ғой. А самодисциплина это и есть точка роста во всех сферах. То есть намаз оқитын адам дүнияуи тілмен, көзбен қарайтын болса, ол өз-өзін контролировать етіп үйренеді. Ол өз-өзін керек кезде оята алады, керек кезде ұйықтата алатын адам ғой. Прикиньте, у него контролируемое желание. Не манипулировать, манипуляцияға түспейтін. Түспейді, ол өз-өзін контролировать ете алады. Енді бұл жерде бағанағыдай ғой, түсіну керек та не үшін оқып жатқаныңды намазды. Білу керек не үшін оқып жатқаныңды. Сол кезде ол нәрселердің барлығы ашылады. Бірақ шынайы қарасаң, намаз оқитын адаммен жұмысшыларға қарайтын болсаң же, намаз оқитын адамның ішінде совесть деген нәрсе болады. Көбінесе. Даже алдап жатса да, кейін нәпсілігі бой алып жатса да, ана жерде ше, егер шынайы намаз оқитын адам болса, айтады ғой, намаз сені арсыздықпен, жамандықтан тыяды дейді ғой. Вот осы нәрсе ғой. Ол мысалы жаңағы 10-да ма жұмыс басталды, 9-да бастап 5-ге дейін бір нәрсе істеп тастау мүмкін, дұрыс емес. Намазды оқып алып та, құдай шайып кеттім ғой, барып алып проектті қайтадан дұрыстап істеп қояды да, дұрыс па? Рефлексияда жүреді постоянно. Ал өзін есепке алмайтын адам, брат, қиын ол. Өзіңді есепке алмасаң, сен өзіңнің тұрған нүктеңді білмейсің. Өзің тұрған нүктеңді білмесең, сен дамығаныңды да сезбейсің. Дамығаныңды сезбесең, сен миың даму деген сөзге ешқандай көңіл бөлмейді. Потому что если ты не замечаешь свой рост, если ты не знаешь, где ты стоишь, как ты будешь замечать свой рост деген нәрсе бар. И вот сол сияқты. То есть намаз бізге барлық жағынан бізге адам болуды үйретеді ғой. Потому что кімге бұйырылмаған намаз?
ит мысықтарға бұйырылмаған, жануарға бұйырылмаған, ақыл-есі дұрыс емес адамға дұрыс емес бұйырылмаған. адамға бұйырылмаған болды. Олар өйткені енді бағанағы жануарларды алатын болсақ, оларда ешқандай ақлақ, әдеп, қарым-қатынас деген нәрсе жоқ. Олар инстинктпен өмір сүреді. А намаз сені инстинкт халінен ақылы халге шығарғызады, ойландырады. Постоянная тренировка человечности. Постоянная тренировка человечности, машалла. Адам болуыңа себеп болатын нәрсе намаз да. Өйткені енді қара сен, намаз оқитын адам ол айтады, мен арақ ішпеймін дейді. Қалап тұрса да ол айтады, мен ішпеймін дейді. Қалап тұрса да ол өзін тияд зинаға бармаймын дейді. Ал енді сені үйтіп ұстайтын бір құндылық намаз болмаса, сен барасың ғой. Сен істейсің ол нәрсені. Содан кейін сенде бағанағы совесть оянады. Ол сені ұйықтатады. Содан чувство виныға кіресің. Ол чувство виныды өшіру үшін сен одан да көп ішесің. Болды ғой, өмірің құрдымға кетті. Ол нәрсе бағанағыдай хайуани өмірдің ешқандай айырмашылығы жоқ. Сен өмір бақи өзіңнің ақыл есіңді өшіріп тастауға тырысып жүресің. Артық тамақ жейтін адамның негізгі меңзеп отқан мақсаты қандай? Адырап атқан, іште шыңғырып атқан, айқайлап атқан ожданды өшіріп тастау ғой. Өйткені тамақты көп жеген кезде, переедание болған кезде лобная доля өшеді. Вообще лобная доля екі ақ нәрсемен өшіруге болады. Харамным путем, наркота, алкоголь өшіріп тастауға болады, все автоматически отключаешь, и ты уже чисто в кайфе. Ты тревожность жоқ, ешнәрсеге ұмтылмайсың, здесь сейчас өмір сүресің. Екінші тамақпен. Халяльным путем тамақпен ұйықтатып тастауға болады. Сол үшін тамақты көп жейтін адамның действительно уайымы болмайды. Или уайымдап келе жатса, тағы бір мантық қосып жібере салады, үстіне болды. Жеп жатқан тамағының үстіне тағы бір порция мантық қосып жібере салады, и сол миды ұйықтатып тастайды. Ал енді қараңызшы, миды не үшін ұйықтатамыз біз? Өйткені ми сені өмір бақи итермелеп отырады ғой. Өс, жылжы, жатпа, тұр, істе, ұмтыл деп отырады ғой. И сол нәрседен ызаланады адам. А намаз саған сол нәрсені істеуге көмектеседі. Шынайы адам сияқты өсуіңе, өнуіңе, өмір сүруіңе көмектеседі. Сол үшін енді бұл жерде андай ғой, намазды ешкімге навязывать етпейміз. Вообще. Это то, что сработало на мне. Потому что лично у меня не было мотивов останавливаться перед грехом, даже если я знал, что это плохо. Но у меня не было типа как таковых мотивов. Я понятно, что не андай күнәға бармайсың, адам өлтіру, біреуге зиян тигізу деген. Бірақ өзіне касаться ететін тема. Типа, мысал үшін алкогольға почему нет деген сұрақ қоясың ғой. Ну, типа, вредно для здоровья, еда тоже вредна для здоровья, кола вредна для здоровья. Типа, почему алкоголь нет? Типа, ладно, алкоголь, свинина, why not? Деп ойлайсың ғой. Сондай нәрседен сені медицинский факт тоқтатпайды. Либо сені арақтан жесткий бір травма тоқтатады, кішкентай кезде көрген. Либо осознанность тоқтатады. А вот как раз осознанностьқа алып келетін нәрсе ол намаз. Мені лично осознанностьқа, осындай ой өріске кіруге, жақсы жаманды вообще көре алуға маған себеп болған намаз. Өйткені намазға дейін мен просто қалауымда болса істеймін, болмаса істемеймін, сондай болып жүре береді. Тек қана қалауға расчет жасайсың. Қалауыңда барма сенің, бүгін түрсимен далаға шыға саласың, проблема жоқ. Тағы бір нәрсе істеуге қалауыңда барма, шыға саласың. Ал енді айтыңыздаршы маған, қалауының артынан еріп бақытқа жеткен адамды көрсетіңіздерші. Мүлде жоқ. Жоқ ондай адам. Мен өйткені қанша әдейі группаларға қатысқам, сондай курстарға ше, сондай арттарына еріп кеткен нәпсі қауған арттарына, солармен сөйлескем әдейі, таным ретінде ше, зерттеу ретінде. Ешқайсысы бақытты емес. Конечно. Бәрін көрдім дейді. Я все попробовал дейді. От и А до Я дейді. Еш таппадым дейді. Қараңыздаршы, міне бір пример сіздерге. Қалаудың артынан ерген кезде адамның халі қандай болып қалады. Дәл қазіргі күнде Гловода қанша минут отырасыздар? Тамақтаңдап. Или менюда шыққан кезде тамақтаңдап қанша минут отырасыздар? 1 сағат отырамыз, листать етіп. Ананы жегім келмейтін, что-то необычное хочу, кажется, очень вкусное что-то хочу, бір ерекше дәмі бар бір нәрсе, бірандай бір деп отырасың да. Міне сенің қалауың осындай. И сенің қалауыңда ешқашан бір точка болмайды, мынандай бір жеттім ау, міне осы қанағаттандырады мені деген нәрсе болмайды. Ол ашыла береді. И ашыла берген сайын сен бақытсыз бола бересің. Наркота на чем построена? На человеческом бесконечном желании и на его қанағатсыздығында. Ой, негізі наркотиктің хикметі. Ненасытность. То есть нәпсі, сенің миың ләззатқа болды, маған осы жетеді деп айтпайды өзі ешқашан. Сен оны тәрбиелеп қысып болды демесең,
айтпайды. Онда кішкентай балаға қараңыздаршы, кішкентай балаға қанша кәмпит бересің сонша жейді. Ол мен болдым деп айта ма бала? Мен тойдым. Жоқ, оны скорыйда ғана айтады ғой, өліп бара жатқан кезде ғана. А так в целом былай шын жүректен мен болдым деп айтпайды тәттінің алдында. Енді қараңыздаршы, кішкентай балаға кешірімді ол. Ода ақыл әлі қосылған жоқ до конца. Но сенің жасың 30-да. Сен әлі өзіңді кәмпиттен тоқтата алмай жатсаң, мен сенімен қалай жұмыс жасаймын? Мысал үшін. Ол ертең мен жұмыс жасап келе жатқан кезде бір өте жауапкершілігі маңызды бір үлкен бір проектқа келген кезде сен арбиып отырып мына жерде мен қалауымда бүгін мынандай нәрсе деп қалауыңның артынан кетіп қалсаң. Дәл қазірдің өзінде саған сенің қалауың артығырақ болып тұр ғой барлық нәрседен. Сондай кезде мен сенімен қалай жұмыс жасаймын? Соның өзі де негізі көп нәрседе көп ой тудырады да мида ше. То есть действительно, егер сен дисциплинированный өз қалауыңды өзің тоқтата алатын болсаң, я болып тұрса да ішіңде жоқ деп айта алатын болсаң, сенде конкурент жоқ. Дүниеуи сұрақта конкурент жоқ точно. Келісім. Потому что қараңыздар, бизнес никогда не строится на желаниях человека. Бизнес — это строгая модель. Ол талаптарда, хочешь не хочешь будешь работать, хочешь не хочешь будешь идти и делать. Командаға кіресің. Проблема келеді, сенен сұрамайды проблема. Сен хочешь не хочешь будешь решать ее. И каждый день будет приходить какая-то новая задача, будешь решать. Сен бизнесмен болғың келетін болса, саған ең бірінші очередь өзіңнің нәпсіңді контролировать етіп үйрену керек. Потому что жынды болып кетесің түбінде. Керемет. Сол жаңағы айтып жатсыз ғой, кәсіпке қатысты. Сол Алла-Тағала айтады, намаз оқы, және де ода табандылық таныт дейді. Және де біз сенің ризқыңды сұрамаймыз дейді, өзіміз үлестіріп береміз дейді. Жаңа айтып жатыр ғой, дисциплинаға кіреміз дедік қой, сол дисциплинасы бар адаммен кез келген саладағы айттым ма осы уақытта жасап беремін деп. Болды, күтіп отырасың ғой, сол уақытта жасап берсе, уже айтасың, мен ол кісімен тағы да істеймін. 100%. Дұрыс па? Демек, сен сияқты егер сен дизайнер болсаң сонда, бір белгілі бір уақыттың ішінде жасайтын кәсіптің маманы болсан, сен уақытылы бүкіл нәрсені монтажда да уақытылы істейтін болсан, сенімен уже ары қарай жұмыс істегісі келеді. Сені уже басқа адамдарға кеңес береді. Өйткені бүкілінің бойы ғой, аны уақытылы істемейді деген нәрсе ше. Дұрыс па қазір? Бәрін пендешілікпен көп адамдар, бәріміз менде бар деген сияқты ғой. Жалпы бүкіл адам сондай бір нәрсе істеп қою мүмкін да. Уақытылы бір нәрсені істемеу мүмкін. Кешіктіріп деген сияқты. Уже саған деген көзқарас өзгереді. Когда сен уақытылы істеген сайын, сенімен қарым-қатынас та жақсы бола бастайды, сен және басқа адамдарға кеңес ете бастайды. Саған сене бастайды самое главное. Ең бастысы сенім. И жаңағы айтып жаттық қой, сіз күшті нәрсе айттыңыз да, тазалыққа қатысты, күнде 5 рет жуасың деген сияқты. Жалпы адам баласында енді өзгергісі келеді, бүкіл адам өзгергісі келеді. Мен де өзгергім келеді, өйткені мен идеальный емеспін. Былайша айтқанда, бұл жол сені идеалға апаратын жол ғой. Ты не идеален, признай это, но ты стремишься к идеалу. Я айтайын дегенім, жаңа депрессияда қазір жатқан ше, выгорание дейді ғой, сол халде жүрген адамдарға айтарым. Ол халден жеке өз ойым. Сіз шығу жолында Алла Тағала көрсетіп қойған осы намаз арқылы. Қараңызшы. Жалпы депрессияда жатқан, выгоранияда жатқан адам еш нәрсе істегісі келмейді. Еш нәрсе, жатқысы келеді жай ғана. Информационный потокты жұтып, тамақты жеп, еш нәрсе істемей жатқысы келеді, дұрыс па? Но сондай халге түсіп кеткен, намаз оқып жүрген бір адам бар дейді, енді бастап жатқан. Сондай халге түсіп кетті. Мына жақта парыз намазы бар да, оқу керек. Түсініп жатсыз ба? По-любому тұрасың да. И бүкіл психолог ғалымдар, нейробиолог ғалымдар айтады, бұндай халден шығу үшін человек должен двигаться. Қозғау керек, әрекет ету керек. Әрекет еткен кезде ғана сен сол депрессиядан, сол выгораниядан шығасың. Ол миғы жаңағы кейде дұрыс емес ойлануын сен жаңағындай шешімге апарып жатыр да. То, что мен қазір жатсам, это решится. Нет, сен барып сол нәрсені шешесің. Но енді қараңыз, намаз сізге қалай әрекет ет деп жатыр. Бірден кіріс кетпей дейді намазға. Дәретіңді ал дейді, асықпай. Қарасаңызшы, таңертең оянамыз ғой таң намазына. Бірінші жасайтын нәрсеміз сол жуыну ғой, былайша тазалық. Сол тазалықпен ақырын-ақырындап ұйып қалған уже қан болады мысалы ше. Сол салқын су негізі жүгіртеді уже қанды ары қарай. Дұрыс па? Уже оятады денеңді ақырын-ақырындап.
жуасың барлық жеріңді, ақырындап организм включается. Бірден сен бір нәрсеге ауыр задача беріп жібермейсің да, иә ақырындап осылай көрсетіп жатыр да. Азыздан задачаны, точнее любой проектке сөйтіп кіріс деп жатыр да, былайша айтқанда. Бірден нетіп жіберме, ақырындап бүйтіп баста да, сосын объемды көбейтіп жібер деген сияқты. машалла. Дәретіңізді алып болыңыз ғой, спокойно действиямен, байыптылықпен, тіпті дәретті де негізі кейде бүйтіп алып жататын кездер болады, пендешілікпен. Бірақ негізі дәретті в идеале осылай асықпай байыппен алатын болса, жалпы намазға да жүгірмеңдер деген тема бар ғой. Иә. Даже үлгеріп тұрсаң да, оқып жатса, кешіп бара жатсаң да жүгірме. Өйткені саған максимально бұл скорость әлемнен сен алып шығуға былайша айтқанда. Бүкіл асып жатыр. 2x, 2x, 5x, 10x деп жатқан заманда пауза алышыш. 1.0-ға түсесің ба? Пауза алышыш, просто тыныштал. Что-то кипишуешь. Кейде болды пендешілікпен бір уайымға, сары уайымға салып кетеміз, тревогаға. Құдай тағы алып шығады да резко. Машалла. Деп уже бүйтіп ситуация қарайсың, блин. Жаңа 5 минут алдын уайымдаған нәрсен, үлкен бір раздувать еткен нәрсен, пілдей көрген нәрсен қазір түймедей болып қалыпты. Иә. И кейін сөйтіп уже намазға кіресің, парыз намазға деген сияқты. Осылай негізі өміріңізге намазды енгізсеңіз болады. Сосын кейін айттық қой жаңа тренировка сияқты, бірден ауыр килограмм көтере алмайтын болсаңыз, егер жаңа сүннетті ақырындап қосыңыз уже дальше. Сүннет намаздарды. Кейін духа, тахаджуд кете береді. Уже өзіңіздің состояниеңізға байланысты. Но самое главное, жаңа намаз андай нәрсені үйретіп жатқан сияқты да, жұмысқа қатысты, жалпы любой өз мақсатына, арманына ұмтылып бара жатқан адам бар ғой. Кейде болады бір күні еш нәрсе істемей қойшы деген сияқты. Иә. Негізі ұтыласың. Өзің жейсің ғой. Иә. Неге істемедің, неге деген сияқты. Бір жағынан намаз маған жеке өзіме айтып жатқандай да, күнделікті сенің базовый минимум болсын істейтін әрекеттерінің. Обязательно вот столько-то страничек написать, обязательно вот столько-то вот сделать деген сияқты ше. Белгілі бір мөлшерде жаңбыр жаусын, қар жаусын, суық болсын, ыстық болсын, істейтін базовый минимум бар парыз намаздарым. Иә, машалла. Жалпы парыз амалдардың барлығы соның ішіндегі ең бірінші намазың, иә. Дәл солай. Негізгі деген істер бар ғой. Негізгі деген істер. И бір жағынан Алла тағала осы парыз, сүннет, нәпіл намаздар бар ғой. Бұл арқылы бізді өзіндік үйретіп жатқан сияқты да, өмірінде негізгі нәрселерге көңіл бөлші. Второстепенный емес. Нәпсің кейде второстепенный нәрсенің бәрін істеп қояды да, күшті. Негізгі нәрседен қашады ғой. Иә. Соң кейде біреу қарай алмайды оған бетпе-бет деген сияқты. Өзіндік бір қарашы деген сияқты нәрсе да. И страхы бар адам, мысалы, бір нәрсені бастап кетуге қорқып жүрген адам. Намаз егер оқымасаңыз, вау, вообще идеально. Намазды бастадыңыз ба? Страх болады ғой, по-любому. Сіз сол страхты жеңсеңіз уже айтасың. Я такой страх поборол. Который страх мен андай күнде 5 рет істеп жүрмін. Қарасайшы деген сол өзіне бір сенімділік айтасың да, мен қара қорқынышым бар еді, бірақ қазір сол қорқынышым менің күшім болып кетті. Мен уже осы ешнәрседен қорықпаймын. Иә, кез келген нәрсені бастамастан алдын қорқыныш болуы мүмкін, неопределенность, не знаешь, но сен тұрасың да аяқта Құдайға уповать етесің, тәуекел етесің. Тәуекелді қысқаша бір мысалмен түсіндіретін болсақ, уповать как это деген сияқты. Мысалы, мен өзім пендешілікпен кейде курьерге артық тәуекел етіп қояды екенмін да, артық сеніп қояды екенмін да, чем Аллаға қарағанда, өкінішке орай. Пендешілік. Ол қалай? Біз заказ, мысалы, береміз ғой, бір жаққа апарып таста деп курьер шақырамыз ғой. Бізден талап ететін нәрсе, тәуекел деген не? Талап ететін нәрсе сол затты дайындап, курьер шақырып, курьерге беру ғой. Но уже курьердің задачасы дальше апарып тастау ғой, Б точкаға дейін. Біз ойындамаймыз ғой, оң жаққа бұрды ма, не істеді, анау қалай болып жатыр екен, мынау қалай болып жатыр екен деген сияқты. Жоқ, сен кейін енді байқап жатасың да мұны. Доставлен деп тұрады. Все болды. Тәуекел деген осындай, сен өзінен талап етілген нәрсе, бүкіл задачаларды істейсің де, ары қарай Алла тағала тапсырасың. Уже ол нәрсені ойындамайсың, ойламайсың. Миың ол нәрсеге қатпайды. Сенен тек қана талап ететін нәрсе істеу. Ары қарай мен өзім реттеймін дейді Алла тағала. И осылай енді сен үздіксіз осылай түрлі
әрекеттерді жасай берсең, түрлі проекттерді, түрлі істерді, әлбетте что-то зовет. Иә, 100%. Үздіксіз әрдайым, әр уақытта жасалып отқан нәрсенің түбінде в любом случае нәтижесі болады ғой, жақсы нәтижесі келеді да ол. Андай ғой 10 000 сағаттың заңдылығы деген нәрсе бар ғой. 10 000 сағат бір нәрсені істейтін болсаң, сен оның түбінде бәрібір сол жерде бір жерін тесіп шығасың ғой. Қандай да бір салаға кірмесең де. То есть біз именно сол постоянстводан қорқамыз ғой. Қазіргі, не только қазіргі заман, жалпы адамзаттың бүкіл проблемасы бүгінгі күнге дейін постоянство жоқ қой. Постоянство жоқ жерде нәтиже де жоқ. Нәтижең сол өзіңнің жасаған әрекеттерің сияқты болады да. Обрывистый, невоодушевляющий, не нравящийся тебе нәтижелер болады да, саған ұнамайтын бір сондай нәтижеге алып келеді. Намаз деген нәрсе ол бағанағы басында айттық қой. Сен бір шартпен келісесің да. Мен өмірімнің аяғына шейін күніне бір рет бір нәрсені істеуге дайынмын деген идеямен келісесің да. Ертең өліп қалуым мүмкін. Ондай көп қой, ондай қиссалар Құранда келетін. Бүгін намаз қабылдап, бүгін бірінші намазын оқып қайтып кеткен мұсылмандар бар. Біз білмейміз, 20 жыл өмір сүреміз ба, 2 күн өмір сүреміз ба, 20 минут өмір сүреміз ба. Но факт бұяқта просто көну. Мен өмірімнің аяғына дейін бір нәрсені істеймін, өсемін, үздіксіз дамимын, талпынамын деген нәрсеге, сол идеяға көнген адамда шынайы үздіксіздік деген нәрсе пайда болады. Вот қазір өмірлеріңізде үздіксіздікпен проблема болатын болса, бір нәрсені бастап, ортасында бағанағы зауқыңыз кетіп қалып, настроениеңіз болмай, уже желание болмай істеуге ше. Мен сіздерге айтайын, любой жерде, любой салада қатты жақсы көріп тұрсаң да, любой адамға даже кейде желаниең болмайды. Ол нормальный нәрсе. Сол үшін біз айтамыз, ешқашан қалауларыңның арттарыңнан ермеңдер дейміз. Өйткені қалау деген нәрсе ол ең непостоянный нәрсе. Бүгін мен мысалы үшін дәл қазір Lamborghini қалап отырамын да, Rolls-Royce қалап отырамын да, тура сол деп вдохновляться етіп отырған кезде аузыма баханди тығып жерсе біреу, болды, мен Lamborghiniді ұмытамын сразу. Қалай тегін, өте арзан өзіңнің армандарыңды не істеп жүруге болады, мысалы үшін продать можно, да, то есть как можно легко обмануться едой, да, или там еще чем-то. Көңілің қалай тез ауысады бір қалаудан екінші қалауға. Намаз деген нәрсе машалла сол нәрсені көмектеседі ғой. Ұстануға ше, до конца. Табандылық танытуға, до конца ұстануға, табандылық танытуға, бір нәрсенің артынан до конца жүруге көмектеседі. Өйткені қараңыздар, отбасылы болған кезде айтады ғой, любовь живет 3 года дейді ғой. Махаббат 3 жыл өмір сүреді дейді. Енді 3 жыл болмаса да, но бір определенный периодтан кейін сен уже өзіңнің әйелі өзінің күйеуіне андай деп қарсы алмайды. Уже үйреншікті адам болып қалады. Ары қарай сенде бір құндылықтар болмаса, ортада ұстап тұрған бір ортада бір не болмаса, үлкен бір мәміле болмаса, екеуіңнің келісімдерің болмаса, екеуің сол семьяға салынып до конца сол семья деген бір құндылық болмаса, онда нәтижесінде ажырасу болады. Әркім өзінің қалауымен жүретін болса, онда ер адам да зинаға кетеді, әйел адам да изменять етеді. Сондай бір түбінде кім қиналады бұл жерде? Бала-шаға қиналады, түбінде кім қиналады бұл жерде? Өзің қиналасың, өйткені жалғыз қалып кетесің деген сияқты ғой. И намаз даже осы жерде де саған бір нәрсені үйретеді да. Табандылық қой, до конца ғой. Үйлендің ба, до конца. Все, хочешь, не хочешь, уже не интересно. Бизнесті бастадың ба, до конца. Хочешь, не хочешь там. Потому что бизнеста из 100% задач 10% только тебе будут нравиться, а 90% тебе не будут нравиться. Мысалы үшін мен жасап жатқан жұмысымда маған 10% маған сабақ беру ұнайды. Маған сөйлеу ұнайды. А оның айналасындағы операционный процесстердің ешқайсысы маған ұнамайды. Оның барлығы, онда бұл сала маған ұнамайды, или медицина маған ұнамайды деуге келе ме ол? Келмейді ғой. То есть маған бұл саланың ішінде бір нәрсе мені тартып тұр ғой. Қалған нәрселерге маған тек қана көну керек та. Тек қана бір амалдап орындайсың, қабылдайсың да. И осы нәрсенің барлығына намаз көмектеседі негізі. Лично өзіме маған көмектеседі. Каждый раз намаз оқыған кезде мен айта алмаймын намазға каждый раз андай бір деп фея ұқсап келемін деп ше. Каждый раз бір определенный ситуация болады, событие болады, кейде қызық әңгімелер болады, тағы бір нәрсе болады. Бірақ сенде ұғым бар да, жүректе бір ұғым бар. Сен тұрасың да, барасың.
обсуждать етпейсің миыңда уже. Не В какой-то период ты перестаешь обсуждать в целом в голове вообще. намаз. Хочу, шаршап тұрмын ба мен, ұйқым кеп тұр ма деген сұрақ қоймайсың сен уже. Өліп баратсаң да, барасың да намазыңды оқисың ғой. Содан кейін барып уже қалауларың шыға береді да, ары қарай намазыңды оқып болғаннан кейін. Айтпасам, қалаудың артынан жүру деген нәрсе ең үлкен қастерлік қой, өздеріңе жасалған, адам өз-өзіне жасайды. Өте керемет, өте керемет. Жалпы намазға қатысты айтатын нәрсе өте көп, өте көп. Соны қорытындылай келе, жаңа екі нәрсе айтып кеткім келіп тұр. Жаңа сіз қарым-қатынасқа қатысты айттыңыз ғой. Просто жай лайфхак. Өзім айтуға ұялып тұрмын бұл лайфхакты деп. Жалпы намаз оқитын отбасы ерлі зайыпты мужы жена күйеуі намаз оқып болғаннан кейін не бар ғой, тәспі тарту деген сияқты нәрсе. Соны өз тәспін емес, әйелдің тәспісімен тартсайшы. Түсіндіре алдым ба? Сол кешке дем саласың ба, өзіне де сал, әйеліне де сал. Бір-бірімен қарым-қатынасты нығайтуға былайша айтқанда. Кейде пендешілік болады ғой. Кейде сөзге мүмкін сондай пендешілік қой. Сол кезде намаз уақытын бірге оқу керек қой, намазды. Екі бөлмеде тұрасың. Сол намаз бір жағынан бір сондай соприкосновение әкелетін нәрсе де, жүр намаз оқайық деп. Сен өз эгоңды қоя тұр, мен өз эгомды қоя тұрайын. Кеттік намаз оқайық деп. Құдай қош жүреді ары қарай. Жалғастырамыз. Құдай қош жүреді ары қарай. Былайша айтқанда жұма күні бүкіл халық жиналып бірге бір жерде жиналады ғой. Ол өте үлкен, былайша айтқанда сенің жаңа ризығыңды арттыратын, ресурстарыңды арттыратын, өзіне де ішкі халіне күшті тыныштық беретін ерекше бір күн бар жұма күні. Жұма күні жұма намазға бару. Жалпы айттық қой жаңа, тренировканы аз-аздан бастайсың дедік қой, аз нәрсе көтеріп дегендей, аз подход жасап дегендей. Жұмадан баста. Машалла. Осы жерде Асеке жұмаға қатысты анау хутбада сөйлемеу керек деген нәрсе бар. Хутба намаздың жартысы деп ше. Вот сол нәрсені айтып өтсеңіз, вообще мощный болады негізі осы жерде. Жалпы фиқ ғалымдары хутба кезінде сөйлемеуге бұйырады. Өйткені ол кезде жұманың шарттары деп келеді. Хутба егер ол шарттар дұрыс орындалмаса, демек дұрыс емес деген сөз. Демек намаз дұрыс емес деген сөз. Солай деп айтады фиқ кітаптарында. Сол себепті тіпті айтады, шан тұрса, тас тұрса, оны алып тастауға да болмайды дейді хутба кезінде. Бана екінші хутба ғой, екінші азаннан кейінгі. Сол кезде максимально фокус, жаңағы намазға уже фокусируйся, бүкіл ой бірдей. Түсініп. Ол жақта көптеген сыр бар жатыр, бұйырса кейін ашып жатырмыз. Былай негізі сен жұма намазға келдің, фокус жасадың бір іске, Аллаға шүкір сол намазыңды оқып болдың ғой, екі жаққа сәлем бердің. Енді екі жаққа сәлем бергеннен кейін бауырларына сәлем беруді ұмытпа. Сол жақта әр саланың мамандар жүреді ғой. Афшу сәлем, бір-біріне сәлем таратыңдар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Намаздың өз сәлеммен бітеді, екі жаққа сәлеммен. Сәлем деген адам өмірінде мана өте үлкен рөлі бар да. Сен әр жұма күні өзіңе задача қойшы, эгонды тығып таста да бір жерге, бір жәшіктің ішіне ма деп. Барып, танымайтын бір адаммен барып, сәлемді берем, халін сұрайым, танысам, бірге нетворкинг жасаймыз. 52 адам табасын бір жылда, как минимум. 52 адаммен коннект орнатасың. Сосын кейін жиналып имандасып тұр. Мүмкін сен оған алатаға жіберіп жатқан адам шығарсың. Сонымен бірге жаңағы имандасатын, мүмкін о да жетпей жүрген шығар. Мүмкін ол интроверт шығар. Мүмкін енді келген адам шығар. Сен көмектесіп жібер оған деген сияқты ғой. Жұма күні мешіт, жалпы сол айнала нетворкинг центр ғой, коворкинг центр ғой. Былайша айтқанда неше түрлі маман жүреді ғой, әр саланың маман жүреді. Танисың ба? Интернетте көріп қалдың ба? Бауырым, мен айтайын негізі, ризықты тоқтататын, вообще тақырыпқа қатысы жоқ, ризықты тоқтататын нәрселердің бәрі тәкаппарлық қой. Қазақтың бір сөзі бар ғой, тырысып қалу деген. Сол тырысып қалу деген нәрсені адам алып тастаса, ризық арта береді. Оған бір дәлел, мысалы сен тырысып тұрсың, бір адаммен танысқың келмейді, неткің келмейді, ішінде жіберіпті да, в смысле мен танысам, в смысле деген сияқты, неге өзі келмейді деген сияқты. Сол нәрсені қоясың, айтасың, я Алла, не істеп жатырмын мен дейсің, қуасың ба деп өзіне айтасың да, не істеп жатырмын деп. Алла тағала маған сәлем беруге бұйырды,
жылы мейірімді жүзбен оны қарсы алуға, менен тыныштық должно же излучаться, так сказать. Сосын барып сол нәрсені өзіңе айтасың да, барып қарым қатынас жаса. Иншалла. Ол нәрсе үшін емес, оның пайдасы үшін емес. Сен осы жай Алла тағаланың жай заңдылықтарын орындау арқылы Алла тағала саған күтпеген жерден бәр нәрсені ашып береді бұйырса. Машалла. Өзім жай кішкентай кезімде өте көп амандасатын да мешітте. Танымайтын мен, естіп алғансың ғой, заряженный. Бәрімен амандасып жүремін ғой. Сосын бір күні кетіп бара жатамын көшеде Жезқазғанда. Жезқазғанда мешіт бар ғой, айдалада. Я Құдай бізге Жезқазғанға екінші дәу мешіт нәсіп етші. Сол Жезқазғанда мешіт алыста, кішкентаймын, мектепте бала жүрмін. Сосын бірге кетіп бара жатамын. Мешітте көрген ғой бір аға. Айтты: бала, сен мешітте жүретін бала емессің бе? Иә, кеттік, мен сені апарып тастайын дейді. Сондай түсініп вообще күтпедім да ол кісіні өмірімде кездестіремін деп. Бірақ мен ол кісі ары жаққа апарып тастады. Еще өзі өте бір дана кісі екен, көптеген кеңестерін айтты. Сол кеңестері, шын айтайын, сол кісінің кейбір кеңестері маған өмірімде өте әлі пайдасын беріп келе жатыр. Күтпеген жерден Құдай маған ризығын берді. Ризық дегенде тек қана ақша ойға келмеу керек та. Ризық деген ол жаңа әфшү сәлемнен басталады, барлығы сәлемдесуден. Сен айналаңдағы адамдарың, мүміндер, айналаңдағы мүміндер, былайша айтқанда, ол саған мұсылмандар айтады, шынайы жанашырлықпен саған айтады, қате кемшілігіңді көрсе айтады: бауырым, сен мына жерінде мынандай нәрсе бар екен, сен ренжімейсің бе, егер былай бірге жұмыс істеп көрсек, былай істеп көрсек, просто мен саған деген жанашырлық себепті бұл нәрсе менің ішімнен шығып жатыр деп айтсаң, сені кім тыңдамайды? Жуанның өзі шығады ғой, анаконданың өзі іннен шығады ғой, былайша айтқанда. Иә, и тақырып енді намаз болды ғой. Сол намазға қатысты айтатын болсақ, жаңа ой көп айтады намазға қатысты. Но самое главное табандылық. Жай өзіңді, сен барсың, тура сен сияқты тағы біреу бар да, екеуі жарысып жатыр. Кәсіп бойынша, тағы басқа бір нәрсе бойынша, сала бойынша, спорт бойынша жарысып жатыр. Бірақ біреу жаңағы сол істе до конца тұрады. Табандылық. Ұйқысы келе ма, келмей ма, таңертең оянады ол. Қалай ма, қаламай ма, ол нәрсені істейді. Сайтама дейсіз ғой. Нет времени, друг, есть время только для великих свершений. Менде басқа нәрсеге уақыт жоқ дейді да, менде тек қана ұлы істерді істеуге уақыт қана бар деп. Сондай установкамен өмір сүретін өзіңмен жарыссаң, кім жеңеді? Сол ғой. Өз-өзін жеңген адамды ешкім жеңе алмайды ғой. Сау бош, осымен аяқта жейікші, родной. Ассалаумағалейкум.